Сәлем достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Бүгін біз өте дәмді, өте нәзік эклер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа су құямыз, және де сүт, сары майды саламыз. Одан кейін аздап шым-шым тұз саламыз. Және де оны газға қойып, осы сүтімізді қатты қайнатпаймыз. Қайнағанға дейін алып барып, үстіне ұнымызды салып, тез-тез араластыратын боламыз. Осылай ұнымызды тез-тез араластырамыз, және де газдың астын жай қоямыз. Жай отта біздің қамырымыз тағы да мына суы кетіп, шамалы құрғағанша араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болған кезде ыдыстың түбінде бір әппақ дақ қалуы керек. Сол кезде біз газдың астын өшіріп, қамырымызды бөлек алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді газдың астын өшіріп, бөлек алып суытамыз. Тағы да біраз араластыра отырып, осы қамырымызды суытамыз. Қамырымыздың суығандығын осылай қолымызды батырып қараймыз. Біздің қолымыз күйіп қалмайтындай болуы керек. Және де қатты ыстық болса, біздің жұмыртқаларымыз қамырда пісіп қалуы мүмкін. Жұмыртқаны салғаннан кейін қамыр осылай бірікпей бөліктерге бөлініп кетеді. Одан қорқатын еш нәрсесі жоқ. Осылай жиі-жиі араластыра берсеңіздер, ол өзі бір келкі консистенцияға айналады. Және де осылай лопатаның көмегімен немесе кәдімгі қолмен араластырсаңыздар да болады. Мен осылай лопатамен ыңғайлы болған соң лопатамен араластырып жатырмын. Жұмыртқаны да біз қамырдың консистенциясына байланысты осылай араластыра отырып, қамырдың жұмсақтығын бақылай отырып салатын боламыз. Себебі біз бірден жұмыртқаның барлығын салып жіберсек, біздің қамырымыз қатты сұйық болып кетсе де, біздің эклерлеріміз дұрыс шықпай қалады. Эклердің қамырына кейде 5 жұмыртқа, кейде 5,5, кейде 6 жұмыртқа кетеді. Яғни ол осы қамырдың жаңағы айтқанымдай консистенциясына байланысты бақылай отырып саламыз. Мен осы эклердің қамырына 5 жұмыртқа пайдаландым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр сұйық бола бастады. Осы қалпында қалдырамын қамырды. Осылай лопатадан жайлап ағып тұруы қажет қамыр. Осы қамырымызды кондитерлі мешокқа салып, пергамент қағазын төсеп, әдемі етіп узорлар жасайтын боламыз. Және де осы узор жасаған кезде араларын алшақ жасау керек. Себебі олар духовкаға салған кезде ісініп жайылады. Сол себепті бір-біріне жабысып қалмау керек. Және де насатка қолдану міндетті емес. Тек қана мешоктың басын кесіп салсаңыздар да болады узорды, немесе қасықтың көмегімен салуға да болады. Эклерді духовкада 180 градуста 15 минут пісіреміз. Одан кейін градусты 170 градусқа азайтып, тағы да 15 минут пісіріп аламыз. Егер сіздерге шағын эклер қажет болса, онда сіздер узор салып жатқан кезде узорды кішкентай көлемде жасауларыңыз қажет. Және де осындай насатканың көмегімен ішіне кез келген кремді салсаңыздар болады. Менде алдын ала дайындалған заварной крем болатын. Мен сол кремді ішіне салып жатырмын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызға салсаңыздар еритін, өте сондай жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.